Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қайнатылмайтын банкіге құюды қажет етпейтін чертополох дайындайтын боламыз. Кейбір өңірлерде кобра немесе приправа деп те атайды. Әсіресе кешкі асқа дайындалған кез келген тағамға керемет үйлеседі. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге керек ингредиенттер: 6 кг қызанақ керек, жартылай ащы бұрыш қызыл түрінен 1 кг 700 г кетті менде. Одан соң чеснок 300 г, тазаланған күйінде чесноктан 300 г. Одан кейін хреннің тамыры 100 г. Базардан сатып алдым мен, базардан барып сұрасаңыздар табылады. Одан кейін 100 г тұз қажет, 10 таблетка аспирин қажет. Ал енді бастайық достар. Ең алдымен мен қызанақпен жартылай ащы бұрышты осылай ет тартқыштан өту үшін, ыңғайлы болу үшін осылай тазалап 3-4 бөлікке бөліп алдым. Одан кейін барып хреннің тамыры кішкене қаттылау болғандықтан өткізген кезде ыңғайлы болу үшін майдалап 4 бұрышты етіп турап алдым. Мен бұл жерде жартылай ащы бұрыштан қызыл түрінен пайдаландым. Сіздерде қызыл түрі болмаған болса, жасыл түрі болса, соны пайдалана беруге болады. Барлығын осылай кезекпен араластырып отырып өткізетін боламыз. Қызанақ, ащы бұрыш, чеснок, хреннің тамыры. Немесе бірінші толықтай қызанақты өткізіп алыңыздар, одан кейін ащы бұрышты өткізіп алыңыздар. Солай өткізсеңіздер де болады. Негізі өз қалауларыңызша. Көріп тұрғандарыңыздай, мен бұл жерде ешқандай ащы бұрышты салған жоқпын. Егер де сіздер қатты ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл ащы бұрыш бар ғой, соны салсаңыздар болады. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, немесе пайдалы болған болса, төменде кері байланыс ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, подписаться деген қызыл батырманы басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мендегі шыққан жаңа видеоны бірінші болып көре аласыздар. Мінекей достар, барлығын өткізіп болдық. Енді үстіне 10 таблетка аспиринді езіп салатын боламыз. Барлығын осылай езіп алдым. Енді үстіне кішкене жылы су құйып, жақсылап араластырып, чертополохтың үстіне құятын боламыз. Соңына қарай тұсын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, 3 күнге қойып қоятын боламыз. 3 күннің ішінде күнде араластыруды ұмытпаңыздар. 3 күннен кейін өзінің ерекше дәмі шығып, тұзы сіңіп, дәмді болып шығады. Түсі де әдемі болып шығады. Мінекей достар, дайын болды. 3 күн өткеннен кейін барып, қараңыздар, дәмі де түсі де өзгерді. Енді 5 литр баклажкаға құйып алып жатырмын. Баклажкаға құйып сақтай берсеңіздер де болады. Ешқандай ашымайды, атылмайды. Бұл жердегі дәмі орташа ашты болады. Қатты ашты емес, қатты аштыға жатпайды. Орташа аштылығы орташа. Күнделікті тағамға қосып жегенге, нанға жағып жегенге де өте керемет үйлеседі. Бұны тоңазытқышқа сақтау міндетті емес, бөлме температурасында сақтай беруге болады. Ешқандай атылмайды, ашымайды, жақсы сақталады. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп, мені қолдауларыңызды сұраймын. Сіздермен болған Гүлайым. Астарыңыз дәмді болсын.